Бүгін Минотавр танкі жайлы айтатын боламын. Бұл танктың ерекшелігі снарядты және резервный снаряд дейді. Резервный снаряд деген бір снаряд атасың, және содан кейін сен полностью оны перезарядка жасамай, сол бір снарядтың өзін перезарядка қыласың ғой. Перезарядить етесің, оқтап аласың ғой. Бірақ оғанда уақыт кетеді. Ал мынандай танктарда мысалға, қазір мен сіздерге көрсетейін. Мысалға мына Т-57 Heavy деген танк бар. Оныкі да 3 снарядта, бірақ оныкі резервный снарядқа жатпайды. Себебі ол 2 минут, яғни 3 минут сайын атады, бірақ ол резервный снаряд емес. Яғни біріншісін аттың, екіншісін аттың, енді екеуі бірден снарядтары екеу кетті ғой, енді ол перезарядталмайды. Яғни соңғысын атқаннан кейін барып полностью перезарядтайсың. Ал мынаяқта басқаша. Минотаврда басқаша. Мысалға, енді соңғысы ол ең ұзақ зарядталады. Оны өздерің білесіздер. Тіпті атасыздар ма, атпайсыздар ма, оны болады негізі атуға. Жалпы бұның характеристикасында прочность 2000, 3 урон береді, снарядты 490, скорострельность 5-3, бронепробиваемость 275, бронированный 136, скорость орташа жылдамдығы 26 алдыға жүретіндей. Яғни вращение секундына корпустың толық айналған кезде 32. Енді бұның бронировасы машинасы, яғни алдыңғы жағы 240 құрайды. Бұл почти рикошет бере алады. Және де көптеген танктардан атылған қарсыласынан келген оқтан сен көбінесе рикошет етесің, немесе тимейді. Бірақ өте жоғары бронь тежегіші бар танктарға сенің машинаң тіпті упор көрмейді, поэтому тесілуі мүмкін. Ал екі жағы болса 110, кормасы, яғни артқы жағы 50 машинаның. А енді корпусы болса астыңғы жағы 270. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Себебі алдынан сендер тұрған кезде сендерді ату ықтималдығы өте төмен болады. Тигізу ықтималдығы деген ғой. Көбінесе рикошет береді, бұл да жақсы көрсеткіш. Ал бұрын тескіші өте көп жоғары танктары бар противниктарға оп-оңай болады. Енді екі жағына және арты да дәсілай машинакенте бірдей екен. Енді қарсылас саған атқан кездегі сенің двигатель или сенің танкының өртену ықтималдығы 25%. Бұл тіпті бір немесе екі рет атқаны бірден өртену мүмкін. Енді радиус обзоры 267 метрден көре аласыздар. Маскировка болса, без движения корпуса. Тым қозғалмай корпусты қозғалтпасаң, онда 41. Бұл көбінесе көрмейсіздер. Ал қозғалыста сендерді тағы да көрмейсіңдер. А егерде мысалға кустада тұрып или алыста тұрып қарсыласқа көрінетінде жерде, бірақ кустада ататын болсаңыздар, онда сендер байқалып қаласыңдар, сразу бірден шегінуге тура келетін болады. Содан кейін барып 10 секундқа өткеннен кейін барып атуға кірісуге болады. Енді стрельбасына келетін болсақ, бұл жерде урон минуту ТПМ 2500. Время перезарядки атқан сайын демалу уақыты міне осы 4 секунд примерно. Енді міне өздерің көріп тұрғандай время дозарядки магазин дейді. Бірінші снаряд атқан кезде, негізі 3-ші снарядтан басталады. 3-ші снаряд атасыздар 7 секунд. Яғни 3-ші снаряд біріншісін атқан кезде сіздер 4 секунд кетеді. Содан кейін барып, егер сіз атпайтын болсаңыз, онда 7 секунд күтесіздер. Перезарядталады да, және 3-ші дайын болады. Яғни 10 секунд алады. Екіншіде 12-11, арғатап 21, соңғысын ататын болсаңдар. Енді бұныңқы кумулятивтікі 340 бронь тежегіші,
орташа бұрын тескіші солыр. Енді скорость пластика 65, яғни жеңіл танктарға аталасы. Средний урон 490 бронебоймен, аккумулятивпен 410, осколочный пластпен 630 орташа зақым келтіру. Енді время сведения секундына 4, яғни 5 секундта кейін дәлдеп барып аталасыздар. Разброс на 100 метр 385, бұл мен үшін жаман көрсеткіш. Көбінесе тимеуі мүмкін сразу. Бірден тимеуі мүмкін. Угол вертикал наводкой. УБН градус астығары 10, жоғарғары 15. Негізінде біз үшін нағыз плюс, ол УБН низ 10. Біз тауға шыққан кезде бізге бұл өте маңызды және пайдасы зор. Угол горизонтальный наводкой, яғни сіздер басын бұрған кезде 45 екен, оң жақ пен сол жақ. Бұл да біз үшін өте плюсты. Маневренность деген максимал скорость алдығары 34 екен, артқары 12. Средний скорость 26, тегі выражение 13, масса танкісі 7 тонна, скорость поворота башни секундында 18, оң жақ сол жаққа, ал корпустікі 32. Қалғандары маңызды емес. Снаряжені өздерін көріп аласыңдар ма? Ұстап қойып аласыңдар. Кумулятив. Әсіресе легендарының осындай бар екен. Скин. Обестікі бұлда жоқ. Енді амуницияға келетін болсақ, міне өздерің ұстап қойып көріп аласыңдар. Боекомплект. Міне осы жерде бәрін көре аласыздар. 261, низкий 289, бұрын тешкісі, кумулятивкі 323, 357. Ал осколочный пулгасыны болса 62, 68. Енді урондары 473, 78, осколочный пулгастікі. Енді кумулятивтікі 308 және 513 урон береді. Ал бронебойный болса 368 минимум, а максимум 613. Бұл да нормально мен үшін. Енді оборудованиеге келетін болсақ, бұл жерде көбінесе өздерің білесіздер, қайсында дейтіндерін. Калиброванный снаряд таңдайсыздар ма, өздерің білесіздер. Мен осын таңдаймын. Ал мынау мынаяқтан болса, онда сіздер кеңес берер ақылым осын таңдаңыздар. Защитный комплексы бар. Және бұл жерде радиус обзорын керек жоқ сіздерге. Сіздерге мынаның кеңес беремін. Маскировочный сет көрінбеуге. Енді мынаяқта 3-4-3, егерде дәлдеу секундының ұзақтығын қысқартып қалағыңыз десе, осы екеуін таңдайсыздар. Ал мен болсам, осыны сіздерге таңдауға кеңес беремін. Увеличение заряд деген. Бронированный танка, прочность сіздерге керек емес. Осы броня керек сіздерге. Соны кеңес беремін. И улучшение управления дегенде сіздерге кеңес беремін. Стабилизатор вертикальный наводка дейді. Оны өздерің білесіздер. Ал мен болсам осына сіздерге кеңес беремін. Себебі разброс түсірген сайын дәл атасыздар да, дәл тигізесіздер. Ал мынаяқта ящик инструментімен дегенде сіздерге кеңес беремін. Ал бұл жерде система подачи снаряженде кеңес беремін сіздерге. Енді ойнайтын болсақ кеттік енді. Қайда ұстап тұратырмындар? Подарка болайын. Қараңыздар достар, мен бір рет аттым, 3 секунд өтті, енді міне перезарядтап жатыр сразу.
Енді ары қарата өздерің түсіндіңдер деп ойлаймын. Мен соңғысын құртқан жоқпын, өйткені соңғы құртып болсам 21 секунд күтуге мәжбүр боламын. Поэтому мен тезірек перезаттау үшін соңғысын құртпадым мен мүлдем. Бұл жерде қажет жоқ. Міне достар, осылай ойлайсыздар. Рикошет көбірек берді. Маған айтқанда 270 астыңғы жағында корпус бар. Сонда 270 бір аны, ал үстіңгі жағында 240. Екеуі бірге теңестіріп, көбінесе жаулар сендерге осылай рикошет жасайды. Енді қалай сіздерге стоит па, әлде стоит емес пе? Алғыларың келе ме, әлде алғыларың келмей ма? Бірақ бұда бір минус бар. Снарядтардың барлығы полностью перезарядталмайды. Әрқайсысында өзінің арналған саны бар, перезарядталатын уақыты бар. Сонымен сіздер түсінікті деп ойлаймын сіздерге. Енді сау болыңыздар достар.